Бүгінде көпшілік арасында кеңінен талқыланып жүрген мәселенің бірі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі. Бұл жаңа реформа халыққа түсіндіру мақсатында облыстық медициналық орталық дәрігерлерінен құралған ақпараттық-насихаттық топ өкілдері Ақбасты елді мекенінде болып тұрғындармен кездесті. Аралдың Шалғай жатқан ауылына біздің түсірілім тобымызда барып келді. Арал ауданына қарасты Ақбасты елді мекені облыс орталығынан 800 шақырымдай қашықта орналасқан. Мұндағы бас ауырып балтыры сыздаған ағайынға медициналық қызмет қолжетімсіз. Сондықтан да облыстық медициналық орталықтың дәрігерлері осындай әуе көлігімен Ақбасты елді мекеніне арнайы келіп, халыққа медициналық қызмет түрлерін көрсетті. Ауыл тұрғыны Атлас Хантөрейба облыс орталығынан білікті мамандар келді деген соң немересін алып тексертуге келіпті. Өйткені Шалғайдағы елді мекенде балалар дәрігері жоқ. Сәби ауырса құндақтап алып, аудан орталығына шапқылайды. Жолымыз ауданнан 300 километр қашықтықта. Сонда да болса мына облыстан келіп бізге қызмет көрсетіп жатыр. Халықтардың арасына келіп, денсаулықтарын тексеріп, хал жағдайын біліп тұрса дейміз. Ақбастыға балалар дәрігермен қатар кардиолог, невропатолог мамандар да келіп жергілікті халықты қабылдады. Денсаулығына байланысты шағымдарын тыңдады. Тұрғындар арасында көбіресе қан қысымының жоғарылауы, бас бүйрек аурулары жиі кездеседі. Дәрігерлер осыған байланысты кеңес беріп, тиісті ем-домын жасады. Науқастарды тексеріп көріп отырық, кеңесімізді беріп, алғашқы диагноздарды анықталып, соған байланысты кеңестер тағайындаулар беріліп отыр. Көпшіліктің көкейіндегі тағы бір мәселе міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Бұл жүйе қашан және қалай жүзеге асады? Медициналық сақтандыру үшін ай сайын қанша ақша төлеу керек? Оның қарапайым халыққа қандай пайдасы бар? Міне, ауылдағы ағайынды толғандырған осы сауалдарға облыстық медициналық орталық директорының орынбасары Нұридин Аметов бүге шүгесіне де айтып берді. Халықтан, елден де әртүрлі сұрақтар түсіп жатыр. Негізгі түсіп жатқан сұрақтарының бірі ол өз-өзін қамтыған топ жарнаны қалай төлейді, қалай көмек көрсетіледі деген сияқты. Бұл мәселелер бойынша да бізде барлығы түсіндірдік. Ақбастыда 400-ден астам тұрғын болса, олардың басым бөлігі өз-өзін жұмыспен қамтып отырғандар. Олар үстіміздегі жылдың шілде айынан бастап жарна төлей бастайды. Яғни орта есеппен алғанда адам басына 6 айға 14.676 теңгеден кіреді екен. Қорға жиналған қаражат азаматтардың тегін медициналық көмек алуына жұмсалады. Ал алтын және күміс алқа иелері, соғыс ардагерлері мен зейнеткерлер, кәмелет жасқа толмағандар мен мүмкіндігі шектеулі жандар, әлеуметтік науқастар, студенттер, 3 жасқа дейінгі бала күтіміндегі аналар әлеуметтік медициналық сақтандыру қор жарнасын төлеуден босатылады. Оларға медициналық қызмет тегін көрсетіледі. Мамандардың айтуынша, медициналық сақтандыру ең алдымен адамның өз денсаулығына жауапкершілігін арттырады. Сонымен қатар, ауруханалар заманауи құрал жабдықтармен жабдықталып, медициналық көмек көрсетудің сапасы жақсармақ. Әкімжан Жолтаев, Бүгінде, Абасилов, Қазақстан-Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.